кімге қатты ұнады Сандық мейрамханасында? Енді ол жерде де жаңа комиссия мүшелері бар. Қателеспесем, Руслан Берденов мырзаға қатты ұнапты ғой, бұл десерт? Негізі, оны қайдан біліп қойдық? Ол кісіге қатты ұнады. Шымкентке барып қайтыппыз. Президентті тамақтандыруға ма? Соңында біздің қолдан тамақ ішпеді. 2 тәуліктей ұйқы дұрыс болмады. Шымкенттен пойызбен қайттым. Бірақ көріп отырған жандар пойызбен неге қайтқаныңызды біледі деп ойлаймын. Пойызбен бірге қайтқан жандар біледі. Және үйдегілер біледі. Басшыларыңыз біледі ме? Біледі. Пойызбен келгеніңізді? Мен шындығын айтайын ба? Қалай болған? Жоқ. Әлде айбын ашпай қойық па? Осылай дұрыс қой. Осылай дұрыс па? Сәлем достар, бүгін бізді алғашқы сұхбат, қуаныш пен сыр сұхбат бағдарламасы. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз белгілі аспаз Манас Ысқақ мырза. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Қал жағдайыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Енді Манас мырза, мүмкін болса басында бірден келісіп алайық. Қазір мына сұхбатта жазғаннан кейін ертең мына жерін кесіп тастайық, алып тастайық деген әңгіме болмайды деп ойлаймын. Осы жерде айтып отырайын, Бірден жерін жазу, мына жерін тоқтатты. Бірден келісіп алайық басында. Келістік қой, Контрактқа қол қоя алмаймын онда. Болмай ма? Жақсы, көрейік онда. Балалық шағыңыз туралы айтып берсеңіз. Балалық шағыңыздың аспаны қай өңірде өтті, қалай өтті? Балалық шақ енді барлығында бірдей бір балалық шақ болған шығар. Өзіміз үйде 3 ағайындымыз. Үлкен әкпем бар, арамыз 5 жастан. Одан кейін кіші інім бар, 5 жас кіші. Балалық шағымыз енді бір өзгерістермен өтті, негізі былай шыны керек. Өйткені біріншіден мекен ауыстырдық. Тұрғылықты жерімізді ауылдан қалаға жақынырақ деген сияқты. Ойында міндетті түрде жаңағы мектеп ауыстырдық. Сол себепті үшеуміз бірге өскенмен кейін жаңағындай әкпем бірінші қалаға кетті. Әжеміздің қолына, одан кейін 1,5 жылдан кейін біз кеттік. Сөйтіп мектеп ауыстырдық. Балалық шақта енді мектеп ауыстырған кішкене қиындау ғой. Ауылдан қалаға келгеннен қалалардың жаңағы ортасына, қоғамына сіңу кішкене оңай болған жоқ. Бірақ дегенмен қызықты өтті деп ойлаймын өзім. Жалпы өзім үшін көп нәрсе үйрендік. Алып шығу керек болды. Былайша айтқанда тіршілік ету керек болды. Одан кейін артта еріп келе жатқан ініміз болды. Інімізбен сөйтіп жаңағындай түрлі өзгерістерге куә болып әйтеуір өсіп кеттік қой. Тамаша. Студенттік жылдарда, қателеспесем, қазір балық аймақпен ұсынылатын қуырылған жаңғақпен нығыздалған құрма деген десерт бар. Барлық астаналықтар жақсы көреді, оның ішінде мен де жақсы көремін. Сол сіздің студенттік жылдарда шыққан десерт екен. Соның шығу тарихын айтып берсеңіз. Енді жаңағы балалық шақтан бастап келе жатырмыз ғой. Балалық шақта әжеміздің қолында өскенбіз. Әкеміздің анасы ғой. Ол кісі өте қатал болды. Одан кейін ұл қыз демей бізді үйдің тұрмыс тіршілігіне түгелдей үйретті. Үйреткенде енді жұмсайды ғой кісілер. Жұмсап үйретеді ғой. Көп айтатын, істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы деп. Сол сияқты жаңағындай үйдің ішінде сыртында жұмысын бірдей алып өстік. Оның ішінде тамақ жасау әлбетте күнделікті бір әдетке айналып кетті. Кезекшілікке тұрып кәдімгідей кезек-кезек тамақ жасайтынбыз. Сол кезде енді тағам жасауға деген бір сүйіспеншілік сол кезде оянды деп ойлаймын өзім жалпы. Одан кейін теледидарда да бір ары кетсе бір 4 телеканал болған шығар. Сол 4 телеканалдың біреуінде кезінде Джимми Оливер деген англичан бас аспаздың программасы болатын. Соны үнемі көрсетіп жататын, соны көретінбіз енді аузымыздан суымыз ағып, кәдімгі сөйлеген сөзі, істеген іс-қимыл қатты қызықтыратын. Соны көрдік, кейін енді аспаздыққа қызығып үйде ары-бері тамақ жасап арасында сөйтіп жүрген кезде көзді ашып жұмғанша мектеп
кеттік те 9 жасқа да жеттік. 9 жасқа жеткен кезде колледжге түсу ұсыныс түсті. Мұғалімдер 9-дан кейін жаңағы ұсыныс жасайды ғой. 11-ші сыныпқа қаласың ба, 9-шы сыныпқа кетесің ба деп. Анасы мырза бірден кетем деді. Сол кезде негізі кететін ой болмаған. Әлі күнге дейін мұғалімдеріме сол сұрақты қойғым келеді. 9-шы класстан кейін кетіңдер, 9-шы класстан кейін кетіңдер деп. Неге күтеді екен деп ше. Сабағым тіпті қатты жаман болмайтын. 4 пен 5 көбінесе жаңа гуманитарлық жағынан 5-тік бағаға оқитын. Бірақ енді сол Алланың қалауымен енді 9-дан кейін кеттік, мамандық таңдадық. Жаңа құрманың шығу тарихын енді басынан бастап айтып берейін дегенім ғой. Айтып беріңіз, аха. Сол 9-дан кейін мамандық таңдауға келген кезде сол әжеммен ақылдастым енді. Әже енді 9-дан колледжге түсейін, жұмысшы мамандығын алып шығайын, орта білім. Одан кейін жұмыс істейін, ержеттік, көмектесейік деп. Сол кезде көкемнің, әкемнің інісінің қызы, әкпеміз ғой. Ол да 11-ші сыныпты бітіріп, университетке түсіп жатқан, алтын белгімен бітіріп кәдімгідей. Сол ол кісі көкеме хабарласып, жан-жақтан құрылтай жасап отбасымызбен. Екеуің бірге түсіңдер онда. Бір-біріңе қарайласып жүресіңдер деді. Соны жарайды деп, аттестатымды алып, мамандық таңдауға кеттік. Алматы технологиялық университетіне барып, екеуміз жаңағы әкпем университетке тапсырды. Мен соның артындағы колледжге тапсырдым. Колледжге барған кезде сол жерде бір ол кісіге Алла разы болсын енді аттестатымды қарап тұрып айтты: балам, сен 2-3 вариант берейін. Сол адрестерге барып көрші, бәлкім бір жолың болып грантқа түсіп кететін шығарсың, аттестатың жақсы екен деді. Бізде сенің мамандығыңа грант болмай тұр. Ақылы түрде ғана, иә? Ақылы түрде ғана, иә. Жарайды деп, сонымен брошюрка ғой ол кезде. Тугиш жоқ, смартфон жоқ қолда. Сол брошюркамен анадан сұрап, мынадан сұрап, маршрутпен келе жатырмын. Сөйтіп алдымнан бірінші тізімдегі Алматы мемлекеттік бизнес колледж шықты. Барсам өзіміздің ауылдағы 2 жас үлкен жігіттер тұр екен. Ой, келе қалып, болды, осы жерде оқисың. Қазір тапсырамыз документін. Өз ортаңыз. Иә, осы жер жақсы, бәрін көрсетеміз, үйретеміз, уайымдама деді. Бардым, тапсырдым. Сөйтіп технолог, аспаз мамандығына тапсырдым. Әкпем жаңағы технолог, ол университетке тапсырды. Мен мына жерде технолог, тамақтандыру өнеркәсібін басқару және ұйымдастыру мамандығына тапсырдым. Сөйтіп сол колледжге түстім. Ақыры соңында. Енді ол жерде де 1-2 жаңа қиындықтар болды. Қаласаңыз айтып берейін. Айтып беріңіз. Ол жерде жаңа ең алғаш тапсырған кезде сол мамандыққа сол жылдары поток өте көп болды. Түсе алмай қалдым. Түсе алмай қалдыңыз. Балым жетпей түсе алмай қалдым. Одан кейін маған ұсыныс берді. Басқа ақыл бөлімге түсесің ба деп. Грантқа балым жетпей қалды. Соны ары ойлап, бері ойлап тұрдым да, енді ақыры аттестатын мектептен алып кеттім. Қайттан барып тұрсам, тағы бір түрлі. Ұят. Одан кейін енді адам ішіндегі ниеті ғой. Бір нәрсеге ниеттеніп қойғаннан кейін жетпегенше бір жаның жай таппайды ғой, тықыр. Сонымен программист IT мамандығына түсіп кеттім. Ақыл бөліміне, үйдегілермен ақылдасып, жарайды деп. Топырлаған ұлдар, 30 ұл. Жан-жақтан келген. Жан-жақтан келген. Бәріміз ырду-дырду, не керек әйтеуір, сол мамандыққа түсіп кеттім. Сөйтіп, құжатымды қабылдаған мұғалім сол кезде айтқан, жаңа кейін орын босап жатса, сабағың жақсы оқысаң, өзім ауыстырып аламын деді. Кейін сөзінде тұрды ол кісі. Кейін кураторым болып кетті. Жүсіп Жанар Әбдіғалымқызы деген. Қазір енді көріп отырса, сізбен мақтанатын шығар деп ойлаймын. Ол кісіге алғысым шексіз негізі. Ұмытпай, 1 айдан кейін орын босаған кезде мені іздеп келіп, менің группамда орын босады. Сен маған технологқа тапсырып едің ғой, жүр менің группама деп шақырды тобыма.
енді анау ұлдармен дос болып қалдық. Бір ай ғана. Иә, кәдімгідей сөзіміз, әңгімеміз жарасып кетті. Мен айтамын, жоқ, ұнайды маған осы, маған жүре берейінші деп, ортамды қимаймын ғой. Сонымен екінші ұсыныс тастады, үшінші рет айтты, менде грант енді. Сен соған тапсырып едің ғой, жүрсейші деп. 2008 жылдары енді кішкене кризис уақыты болған. Иә. Мен өзім, біз қаланың сыртында тұрамыз. Күнде жаңа 80 теңгемен автобуспен барып келесің, түске дейін сабақ, түстен кейін аптекада дәріні жаңағындай фасовка дейді ғой. Сонымен айналыстыңыз, иә? Соған жұмысқа баратын түстен кейін, кешкі сағат 6-ға дейін фасовкамен айналысамыз. Жаңа дәрі-дәрмек сататын қоймада. Грант болғаннан қызықтым. Ақыл оқыдың не, грант оқыдың айырмашылық бар ғой. Қоймада жүріп ақша тауып төлегенше стипендия аласың, жолыңа береді деген сияқты. Иә. Сонымен үйдегілермен ақылдасып едім. Әжем айтты, грантың жақсы ғой деп. Сөйтіп грантқа ауысып кеттім. Жаңа әкемнің інісі бізде, ол кісі дипломат қой кәдімгідей. Сол кісі келіп сөйлесіп, құжаттарымды ауыстырып көмектесті. Сөйтіп технолог мамандығына ауысып кеттім. Бір курс оқыдық, екінші курста бізде тәжірибелік сабақ, практикаға жіберді. Практикаға жіберген кезде бірден Бағанашыл ауданында үлкен кешен бар. Қонағы және мейрамхана кешені. Сол жерге түстік, 7-8 бала болып. Алыс енді ол жер, сұмдық алыс маған. Бірақ арман алып барды. Ол жерде арманнан бұрын амал жоқтық па? Жауапкершілік алып барды ғой. Енді әжеміз кішкентай кезімізде миымызға құйып тастаған ғой. Қорғасын құйып, бекітіп тастаған ғой жауапкершілікті. Соны жаңағы практикаға жіберген кезде де тәжірибеге сол жерде біздің мастеріміз айтты. Кез келген жерде баба Галя, тетя Зоя табылады деді. Запомните, ребята, в любом месте найдется баба Галя, тетя Зоя деді. Енді ол кез келген жерде бір жаңағы былайша айтқанда ұрсатын адам табылады деді онда, мазаңды алатын. Негатив. Иә, негатив. Соған қарамастан табандылық танытыңдар, сабыр етіңдер деді. Жарайды деп бардық. Көбісі шыдамады. Ол жерде ЦСК-ның армиясында, әскери ЦСК-да 25 жыл өндіріс басқармасында істеген кісі меңгеруші болды. Сол кісінің қысымына шыдамады. Роза Нұризановна деген татар кісі болатын. Айғайлаған кезде бәрі тік тұратын. Бірақ сөзіміз жарасып, сол кісімен кәдімгідей тіл табысып кеттік. Кейін сол жерде 3,5 жыл жұмыс істедім. Көтерілдім, көп нәрсе үйрендім. Содан кейін басқа мейрамханаға ауыстым. Тәжірибе алдым. Ең бірінші алғашқы мектебім сол жер болған. Екінші курстан бастап сол жерге тәжірибеге барып, кешке жақын официанттыққа жұмысқа шығып жүрдім. Кешке дейін тәжірибемді өтем. Кешке жақын жаңағы той-томалаққа даяшы болып қызмет етем. Сөйтіп ақшамызды тауып жүрдім. Шаршаған жоқсыз ба? Оқу бар. Ол кезде білмеймін, шаршамаған сияқтымын. Шаршау деген әңгіме айтылмай ма ол кезде? Қазір шаршағаным есімде жоқ ол кезде. Сөйтіп жүрген кезде сол жерде 3,5 жыл жұмыс істептім. Бірінші жылы жұмыс істеген кезде бізде екінші курсты бітіріп, үшінші курсқа ауысқан кез. Жоқ, өтірік айтамын. Үшінші курсты бітіріп, төртінші курсқа ауысқан кезде үшінші курстың соңында ұсыныс түсті. Біз оқып жатқан колледжден жаңағы Алтын дастархан деген кәдімгі ұлтаралық жарыс болады деді, аспаздар жарысы. Соған енді мамандықпен жұмыс істеп жүрсің ғой, сен қатыс деді. Бізде колледжде тарихымызда бірінші рет қатысайын деп тұрмыз деді. 2 бала шығарды. Орыс тобынан 1 баланы, қазақ тобынан мені таңдады. Жарайды, қатысам дедім. Дайындалдық. Мұғалімдер басқа мейрамханаға жіберді. Ол жақта дайындалдық, өзіміз дайындалдық. Сол кезде жаңағы бастықы, салат, сорпа, екінші ыстық тағам, одан кейін тәтті тағам, десерт дайындау керек болды.
курс. Сол курсты дайындаған кезде енді ол кезде қолымызда шыны керек, интернет жоқ, желі жоқ. Жоқтан бар жасау керек, ойлану керек. Үйде компьютер да жоқ ол кезде. Смартфон да жоқ, шықпаған кезі ғой. Не істейміз? Кітаптардан қараймыз, газет журналдан қараймыз. Сол кезде бір бабушкин рецепті деген әкем, мен технологты оқып жүр ғой деп, аспазды оқып жүр ғой деп әкем бабушкин рецепті деген бір газет, апта сайын бір газет келеді. Содан жаңағы рецепт жазылған парағын жыртып алып жинап қояды. Сізге үйренсін деп, үйренсін деп жинап жүретін. Сол парақты ақтарып отырсам, ескі бір жаңағы рецепт шықты. Соны барып мұғаліміне көрсеттім. Өндірістен жаңағы сабақ беретін Ләззат апайымыз болған, сол кісі дайындаған. Сол кісі көрсетедім, онда былай істейік деп ол кісі өзінің ойын қосты. Мен өзімді ойын қостым. Сөйтіп құрманы жаңғақтармен нығыздадық. Оған жаңғақтан кілегеймен тұздық жасадық. Сөйтіп не керек? Тәтті тағам десерт шығардық. Сол жарысқа қатысып, бірінші орын алдым. Орыс тобынан қатысқан бала да бірінші орын алдым, мен де бірінші орын алдым. Енді колледж басшылығы өте риза болды, өйткені тарихта бірінші рет қатысып жатырмыз. Сөйтіп колледждің кішкене мәртебесін көтердік. Ең соңынан жаңағы комиссияда отырған қазылар алқасы келіп, бір-екі кісі келіп, рецепт сұрады жаңағы тәттінің. Қалай жасалады деп. Қалай жасалды? Не қостың, қалай жасадың, былай. Сол кезде енді сол десерт қатты есімде қалып кетті енді. Бәрі жан-жақтан келіп сұрағаннан кейін, бәрінің көңілінен шыққаннан кейін қатты есімде қалып кетті да. Одан кейін жаңағы Сандық мейрамханасына жұмысқа кірдік. Уақыт өте келе сол кезде рецепттер ойластырдық. Жаңағы сол кезде есіме түседі ғой, жаңағы құрмадан жасалған тәтті. Қанша жыл өтіп кетсе де, сол кезде есіме түседі да. Соны жаңағы шеф-кондитеріміз Алима деген қыз бар. Соған айтамын, осыны кезінде осыны жасағанмын. Жасап көрейік деп ба? Осылай жасағанмын. Онда көрейік те жасап деп. Соны ол кісі өзінің көзқарасын қосты. Сөйтіп жаңағы десерт шығардық. Жаңғақ нығыздалған құрма тәттісі деп. Мәзірге қосуға жалпы кім мұрындық болды? Кімге қатты ұнады Сандық мейрамханасында? Енді ол жерде де жаңағы комиссия мүшелері бар ғой. Соларға аспаз ретінде. Қателеспесем, Руслан Берденов мырзаға қатты ұнапты ғой, бұл десерт? Негізі, Содан кейін қосылған деп естідім. Оны қайдан біліп қойдың? Естідім ғой. Айтылады ғой. Ол кісіге қатты ұнады. Мынау жаңағы өте жақсы екен деді. Одан кейіннен оған жаңашылдықтар қостық. Жанына тағы да қосымша жидек қостық. Басқаша қылып, заманауи тұрғыдан сол тәттіні шығардық. Сол сияқты енді әр тағамын айтайын деген, әр тағамның өзінің бір жеке тарихы бар ғой. Біреуін бүйтіп ойнап жүріп жасайсың, аяқ астынан. Біреу идея салады, ой салады, солай жасайсың. Біреуін бір жерден көріп, оны өзіңше түрлендіресің, солай шығады. Сондықтан енді ол тағам жасау бір өнер ғой жалпы. Өнер, туынды. Ол туынды да сол ақындардың өлеңі сияқты кейде бір аяқ астынан шыға ма? Кейде ұйқасы өте қатты келіп кетеді, кейде ұйқасы келмей қалады. Сондай туынды ғой жалпы. Ұйқасы келмегенде қоя саласыз. Ұйқасы келмегенде енді ол өтпей қалады да. Сол сияқты осы құрма тәттісінің тарихы жалпы сондай еді. Көп рахмет. Негізі бұл Сандық мейрамханасына қалай келдіңіз? Сол оқу бітіргеннен кейін 5 жыл жұмыс істедіңіз ғой, қателеспесем. Жоқ, Сандық мейрамханасына жалпы Шымкентте істедім, Алматыда, Астанада істедім. Неге Шымкенттен басталды? Шымкенттен басталды. Жалпы санағанда 5 жыл қызмет еткен екем сол компанияға. Жалпы ол компанияға келген кезім мен сиқырлы ас үй бағдарламасында аспаздық телешоу бағдарламасын жүргізгем. Ол жерде аспаз жүргізуші болдым. Алматыда, Алматыда, Серік Акишевтің продакшны болған. Сол продакшнда қателеспесем, ол жақта да 5 жылдай уақыт жасадық.
4 жылдан артық істедік. Сонда 5 жылдан кейін сандыққа келіп тұрсыз, иә? Иә. Ол жақтан шығып. Қосымша жаңа енді ол қосымша жұмыс болатын. Бірақ жаңағындай телеканалдардан көріндік, шоу бағдарламадан көріндік. Көп жерде енді түріміз жатталып қалды, халық тани бастады. Одан кейін мынау бас аспаздармен бір қауымдастықта болдық. Одан қосымша мейрамханада аспаз болып жұмыс істеп жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы бас аспаздар қауымдастығымен танысып, сол кісілермен араласып кеттік. Сандық мейрамханасына Шымкентке бас аспаз іздеген кезде жалпы қазақ тілде еркін сөйлей алатын және жасаған туындысын айтып жеткізе алатын форматқа сай адам іздеген екен. Сол кезде жаңа онлайн түрде бірінші интервью алды, сөйлестік, видеомен сөйлестік, кейіннен Шымкентке шақырды. Шымкентке шақырып, фуд-тест дейді ғой, тағам жасап көрсеттік. Басшылар дәмін татты. Басшылар дәмін татты, шығып, сөйлеп, таныстырып, презентация жасадым. Одан кейін әйтеуір сол презентациядан кейін жұмысқа аламыз деді. Сөйтіп Шымкентке карантиннен кейін ғой, жаңадан қайтадан тіршілік енді оянып, ес жиып жатқан кез ғой. Сол кезде жаңағындай 9 айдай қызмет еттім сол қалада. Шымкентте? Шымкентте. Карантин басталмай тұрып кіріп, содан кейін тоқтап қалған жоқ па жұмыс? Негізі? Карантин кезінде, карантинге дейін мен басқа мейрамханада жасадым. Басқа жерде істедіңіз, иә? Басқа жерде. Қонақ үйде жұмыс жасағам. Одан кейін карантин басталды, одан кейін бір 5 айдай ма жаңа басқа жұмыста. Сізді енді барлық адамдар бір жеке бренді дамыған, керемет аспаз ретінде таниды. Бірақ карантин кезінде евроремонтпен айналысыпсыз. Сол туралы айтып берсеңіз. Енді карантинде бәрімізде разнорабочий болып кеттік қой, шынын айтқанда. Бәріміздің басымыздан өтті. Жалпы ақшаның қадірін түсіндік. Сол туралы айтып берсеңіз. Ой, ол өте бір барлық адамдар үшін бір алтын уақыт болды деп ойлаймын мен. Көп нәрсені ойын жинақтайтын. Үйретті, көп нәрсені түсіндік. Бір-бірінің қадірін түсінді. Жалпы адамның қадірін, жұмыстың қадірін, қолда бар нәрсенің қадірін деген сияқты. Енді сол нәрсе енді біздің де басымыздан өтті. Енді отбасым бар ғой, бала-шағам бар, әкеміз бар үйде. Нан табу керек. Нан табу керек, ағай тіршілік ету керек. Қалаға жол жабық. Не істейміз енді? Қол қусырып отыра бергеннен болмайды. Пайда жоқ, иә. Үйдің тіршілігін бәрін жасап тастадық. Айналаны тап-тинақтай қылып тазартып қойдық. Істейтін ештеңе қалмады. Қисық шегелердің бәрін үзіп шықтық. Сөйтіп отырған кезде жолдас балам бір жағынан ағамдай болып кетті. Самат деген бір ағамыз бар. 3 жас үлкен өзімнен. Өте жақсы араласатынбыз ауылда. Ең алғаш мешітте танысқанбыз. Енді сондай жақсы жерде танысқаннан кейінде қарым-қатынасымыз өте жақсы болып кетті. Бауырлық қарым-қатынас болып кетті. Бір жамағат болдыңыздар, иә? Иә, бір жамағат, жақсы жерде көрсеміз, жақсы нәрселермен айналысып, жүреді деген сияқты. Сөйтіп сол кісі кейін бізде жаңағындай үйде де құрылыс жағынан, электрик жағынан, су жағынан көп көмектесті. Соның маманы болатын өзі. Электрика және сантехника су жағынан өзі маман болатын. Сонымен араласып сөйлесіп жүргеніміз не істейміз деп. Сон бір күні кешке жақын келіп тұр. Бір үй жаңа үлкен кісі осы карантин уақытын пайдаланып үйіне толықтай жаңа ремонт жасап алғысы келіп тұр. Евроремонт, иә? Евроремонт, иә. Ескі жаңағындай 80 жылдар салынған немістердің үйі ғой. Соны іші сыртын бәрін бұзып, толықтай планын өзгертіп, евроремонт жасап беру керек, не істейміз дейді. Кеттік дедім. Ақша керек. Ертең бастай берейік дедім. Сөйтіп жаңа інімді алып алдық. Сөйтіп үшеуміз бастап кеттік. Енді басында жаңа демонтаж дейді ғой, бұзу.
бұзу оңай ғой, қатырамыз ғой. Бәрін қиратып тастадық. Енді отырмыз, не істейміз ары қарай деп. Қорықпа деді, мен айтып отырамын, сен жасайсың деді. Жарайды, жасаймыз. Кеттік деп. Сөйтіп бір үйді бір айдың ішінде толықтай ремонт жасап, электрикасын жүргізіп, сантехникасын жүргізіп, кафелін төсеп, жаңағы натяжный потолоктарын орнатып, есік терезесін қойып, сөйтіп бір айда тапсырып бердік. Бір айдың ішінде ғана. Иә, бір айдың ішінде ғана. Ол немістердің де үйді салады екен негізі. Ананың ішіне өзі 2 КАМАЗ құм тасыған шығармыз қолмен. Сөйтіп бір айдың ішінде толықтай бітірдік. Арасында енді анау өз мамандардың арасында қостық бір-екі жерінде. Сөйтіп Евроремонттың мән-жайын, қыр-сырларын сол кезде өте жақсы үйрендім. Келдім де бірден ас үйге Евроремонт жасап тастадым. Үйде? Үйде, иә. Қол шықпай тұрып деп. Сондай бір кезеңдер болған. Енді зияны жоқ қой енді ол нәрсенің. Тек пайдасы болмаса, өзіміздің қоржынға қабілеттің бір түрін түртіп салып қойдық. Жігітке жеті өнерді аз. Иә. Құпия болмаса, бір айдың ішінде қандай сома таптыңыз сол жұмыстан? Ол есіңізден кетуі мүмкін емес? Есімізден кетпейді, ол жерде жаңағындай 1 миллионға жетер-жетпес ақшаны алғанбыз, соны 2-ге бөлдік. 500 мың теңгемен үйге қайттыңыз? 500 мыңнан емес, арасында енді жаңағы қабырғалар жасайтын мамандарды арасында қосқан кезде сол бір 400 мың теңгеден түсті ау деймін. Бірақ карантин кезінде ол үлкен ақша болды. 42.500-ге қарағанда әлдеқайда жақсы сома ғой. 10 есе көп. 10 есе көп. Сіз қателеспесем, Астанадан әлі үй алған жоқсыз, иә? Астанадан, иә, Құдай қаласа енді аламыз. Алла қаласа енді бізде НАК деген құрылыс компаниясы бар. Егер пәтер алам десеңіз, өте сапалы, бизнес класста, қазір жақсы жеңілдіктер болып жатыр. Келіп сол НАК компаниясынан алсаңыз болады. Жақсы, көрейік. Әрбір ер азаматтың арманы асыл жарын аяулы құсын қолына қондыру. Одан кейін арманы жайлы керемет баспанада тұру. Ендеше құрметті достар, Астана қаласында орналасқан қол жетімді өте сапалы НАК құрылыс компаниясынан баспана алуға шақырамыз. Аңсау тұрғын үй кешенінде қауіпсіз және жабық аула, сондай-ақ балаларыңызға ерекше ойнайтын ойын алаңдары да болады. Отбасыларыңызбен бірге ерекше демалатын орын. Біздің қала бойынша сату бөлімдеріміздің мекен жайы Арай 29-да және Мәңгілік ел 38 мекен жайында орналасқан. Толық ақпарат алу үшін төмендегі номерге хабарласыңыздар. Менің таңдауым Нұр Астана құрылыс. Отбасыңыз туралы айтып берсеңіз, жарыңыз қай жақтан, қалай таныстыңыздар? Отбасым туралы енді көп нәрсе айтуға болады. Мен бағана айтып отырмын ғой, әжеміздің қолында өстік деп. Әжеміздің қолында өстік, ерте ержеттік, ерте пісірді ол кісі. Бір үлкен өмірге қадам басуға қатты асықтық. Асықтық деп енді мен және жаңағы ағайындарым ғой. Өз басым енді ерте жұмыс істедім. Енді былай үйде өзімді үйдің үлкені ретінде санайтын. Үйдің үлкені негізі андай еркін өспейді екен ғой. Бәріне жауапты, бір қамқор, бір жауапкершілікті сүйреп бекітіп қойған сияқты сезінеді екенсің да. Сол ерте жұмыс істедік, колледжге кетіп қалдық, колледжде оқып жүріп жұмыс істедік, оны бітірдік. Бітірген кезде жаңағы университетке түстік. Сол кезде енді әжем жыл сайын жаңағы қартайып келеді. Әкемізге де қарап қоямын мен. Әжем айтам, қолың ұзартып бір үйленейін ба деп. Ол кісі үйлен дейді. Ер баланың жаңағы бойдағы жігітпен жараспайды. Үйленсең үйлен деді. Қаланың сыртында тұрамыз ғой, ол кісілерді уайымдайды күнде жаңағындай. Ер жігіт, ер бала қыдырып кетеді, ойнап кетеді. Деген сияқты бірдеңе шырақ бола ма деген сияқты. Сөйтіп үйленсең үйлен деді. Сөйтіп 21 жасымда үйлендім. 21 жаста? Иә. Әйеліммен жұмыс істеп жүрген кезде мейрамханада таныстық, ол даяшы болды. Кейіннен үйленгеннен кейін операторлыққа ауысты. Сөйтіп үйлендік, отбасын құрдық. Әжем көз тірісінде
Енді қазір алланың қалауымен 10 жылдан асып жатыр екен. Отбасын құрғанымызға 3 балам бар. Алланың қалауымен. Үлкені 9 жаста, 10-ға келіп, құдай қаласа. Кішісі 2 жарымда, ортаншысы 7 жаста. Жарыңызға қалай ризасыз ба? Әрине. Өйткені сізді өте жақсы танитын жігіттер айтады, сіздер үйленген жылдары қиындықтар өте көп болыпты отбасыларыңызда. Әсіресе қаржылай жағынан. Енді қаншама жастар көріп отыр, одан қалай өттіңіздер? Бұл енді сіз үшін бір еске алғыңыз келмейтін кездер болғанмен, талай үйленіп, осы жағдайда жүрген отбасыларға әдемі бір кеңес болады өтуге. Енді сол кезде бір еске алмай қояқшы деген кезеңдер болғанмен, қазір күліп еске аласыз. Керісінше күліп еске аламыз. Сол емтиханнан өткенімізге шүкірлік айтамын негізі. Өйткені сол нәрседен өту керек болды. Өйткені Құдай тағала бір пісіру керек болды. Пісірді, көзді ашты, көкіректі оятты, жаңа ғабілдікке салмады, оянып, қаржылай. Мен енді қаржылай болғанда жалпы барысын айтқан кезде, жас кезімде менде кішкене қызба мінезді болғанмын. Кішкене қысқа ойлайтын, тез ашуланасыз. Тез ашуланам, сабырсыздау болғам. Сол кезде жаңағындай жұмыста қиындықтар нелер болса, бірден жаңа дәлелдеп, өзімнің жаңа дұрыстығымды дәлелдеп, ақиқат іздеп, сөйтіп кететін. Қазір түсіндіңіз. Кейіннен түсіндім, ол нәрсені ешқандай дәлелдеудің де қажет жоқ екен. Ақиқат өзінен сабыр етсең, сәл уақыттан кейін өзі қайтадан шығады екен. Әркімнің өз шындығы бар. Әркімнің өзінің шындығы бар. Ешкімге ештеңені дәлелдеудің қажет жоқ екен. Және адамдардан ештеңе күтудің қажет жоқ екен. Жалпы. Сол бір моменттер болып қалған шығар. Бір жұмыссыз қалып, жұмыс таппай, енді көңілден шығатын жұмыс таппай, әйтпесе шақырған жерлер жұмыс бар ғой енді істейтін адамға. Сол кездер болған. Одан кейін бөлек шығамыз деп квартираға шыққан кезде, жалдамалы пәтерге шыққан кезде, бір жұмыссыз қалып қалған кездер болған, көліксіз қалып қалған кездер болған. Ол енді уақытша нәрселер ғой, уақытша қиындықтар. Пәтердің ақшасын төлей алмай қалыпсыз бір рет? Пәтердің ақшасы, ондай кездер болған. Бірақ енді ешкім ақысын жеген жоқпын. Аллаға шүкір, өзі Құдай тағала жолдарын береді ғой. Бірақ бірге өттіңіздер содан, сынайды да, бірақ тақалған кезде бәрібір жолын ашады да. Соған пендеменді сабыр ете ме екен, етпей ме екен деп сынайды ғой. Бірақ ол нәрсенің шешімін айтайын, көбісіне. Жастарға. Жастарға ғой. Сағдат деген ағамыз бар. Ол кісіге де Алла разы болсын, көреді ғой бәрібір. Ол кісіні мен қазір жастардың тілімен айтқанда құшым болған ғой. Құшым болған. Ол кісімен де мешітте танысқам негізі. Көп нәрсені жаңағындай шариғат жолында білімі мықты етті. Енді әкеміз шариғаттан қатты білімі болған жоқ. Ескі кісілер ғой, ол кісілер керісінше қорқатын жаңағындай. Жамағат, мешіт деген нәрселерді айтсаң, ол кісілер кішкене төбе шаштық тұрады. Сондай заман еді. Сондай заманның адамдары еді да. Ол кісілердің енді біз білімі жетпегеннен кейін бізге ұрсатын. Білімі жетсе, оны біліммен түсіндіріп айтар еді ғой. Сол себепті бізге ұрсып, шектеу қоятын да. Енді ол кісіден тығылып, былай жаңа барып нетіп жүрдік. Соң кейіннен сол кісімен таныстық, аға болып кетті. Мен ол кісіге бауыр болып кеттім, інімдей көретін, інісіндей көретін. Кейін үйлендік, үйленген кезде барып жаңағындай формулаларды сұраймын ғой. Сағатта бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, не істеймін деп. Так, отыр дейді. Кітабын ашып жүреді. Құран тәпсірлеп, былай деген. Сен былай істе. Енді оның ешқандай құпиясы жоқ. Сол кісінің бағытымен, сол кісінің формуласымен
сол емтиханның көбісінен алып шықты ше. Сондай әркімге сондай бір құшы керек шығар деп ойлаймын мен жалпы өзім. Енді өзің білімің жетпей жатса, жалпы енді біреудің біліміне жүгіресің. Иә. Білмесең, білім иелерінен сұра дейді ғой. Білім енді өз бетіңмен бірдеңені бүлдіргенше, білім иелерінен сұрап, дұрыс нұсқау алғанда ешқандай айып жоқ. Жалпы сол кісі енді жаспыз ғой, 21-22 жасымыз, емтихандар бастан келіп жатыр, жаңа проблемаларда да ұят жоқ екен, бірінің артынан бірі келеді деген сияқты. Очередь күту деген жоқ па деді. Қалжыңдап жатады ғой. Сол кезде ол кісі ерінбей келетін кешке жақыншы. Кейде мен ол кісіге барам, тыныш боқпасам іздейді. Бауырым, не болды сен? Тыныш боқпалдың ғой. Тыныштық па бәрі? Аға, осындай болады. Кел, болмаса өзі келеді. Отырамыз, 1-2 сағаттап мәшинеде. Я болмаса жаңағы сол кісінің жұмыс жағында шай ішіп, жұмсақтап әдемілеп айтып береді. Сөйтіп сол кісінің шариғат формулаларымен өттік. Ол кезде жастыққа беріліп, ажырасып кетуге де болушы еді. Ашуға беріліп, я болмаса бір жаңағындай түрлі жаман ойларға еріп кетуге де болар еді. Ондай моменттерге де түсе жаздап, жаңағындай Құдай сақтап қалды ғой. Жастық қой, жастықтың буы. Сондай бір ақылшы ағалар әркімде болған дұрыс қой деп ойлаймын. Жалпы. Енді ақылшы ағалардың ақылы жақсы ғой, бірақ бұл жерде сіздің тыңдай алсаң жақсы ғой. Жарыңыздың да бір адамгершілігі, имандылығы рөлін ойнап тұр ғой негізі. Ол жерде енді мен де бір әулеттің ерке қызын алып алдым ғой. Енді бір үйдің кенжесін, еркесін алып отқанын білдім мен. Қайда бара жатқаныңызды ма? Иә. Қандай жауапкершілік алып отқанымды білдім. Бірақ жаңағы жарым анасы енем өте алтын кісі ғой. Ол кісінің де көмегі көп дейді. Өйткені қыздың жас екенін көріп тұр, жаңа мен жас екенін көріп тұр, ақылын айтатын. Ол кісі сізге анасы білдірмесе де, білдірмей қызына талай ақыл айтты деп ойлаймын. Иә, ол әрине. Ол білдіртіп те айтты, білдіртпей де айтты. Мен әкемнің мінезі тік қой кішкене. Тік, ашушаң, көп нәрсені айтуға қорқатын. Арасында кеп бүйтіп көңілін аулап, басқа әңгіме арқылы жақсы болып отқан кезде барып бүйтіп намектап айтып, нетпесең енді проблемаларды айтсаң, ол кісі жаңағындай қатты уайымдап кететін да. Сол уайымдатпай қояйыншы деп көп нәрсені сөйтіп шешкеніміз бар. Енді ол енемде ол жерде рөлі үлкен рөл атқарады, әрине. Қызына көп ақыл айтты. Қызының да ақылы бар. Ақылы болмаса... Подкасттан кейін ажырасып кетіп жүрмеңіз. Ақылы болмаса осындай жетеміз. Сол себепті екі жақтан да бар ғой. Жарыңызға қаншалықты көңіл бөліп тұрасыз қазір? Барынша көңіл бөлуге тырысам, бірақ енді ол маған күйеуге шыққаннан кейін үйде отыр, шыны керек. Жұмыс істегім келеді деп арасында айтып қойып, бірақ енді 3 баладан кейін олардың тәрбиесі бар, жаңа үйдегі шаруашылығы бар, оларға қарау керек, жағдайларын жасау керек деген сияқты. Сол шаруадан да өзі қол тимейді, уақыты жоқ. Ол кісі енді үлкен сабыр тілеймін негізі. Үлкен сабыр. Сол жарым ауырмаса екен деймін. 1-2 рет ауырып, соның рөліне өзім түсіп қалып, шашылып қалған кезім бар. Айтамын ғой, сценарий шынымен оңай емес екен ғой деп. Сол кезде қадірін түсіндіңіз ба? Сондай кездер әдейі келеді ғой негізі. Қадірін түсінетін кездер. Басыңа келген кезде жалпы үйде қалжыңдайды, менде жаңа выходной жоқ қой деп. Выходной да жоқ, зарплата да жоқ деп кейбір қалжыңдайды да, тиіседі. Мен айтамын,
балалар өсіп кетсін. Алла жеткізеді. Иә, Құдай қаласа. Жемісін жейміз ғой әлі. Қолымды жылы суға салып отырады әлі талай деп. Сөйтіп қалжыңдаймын. Енді жалпы қазіргі енді жетістікке жетіп отырғанымда сол жарымның қолдауы ғой. Иә. Әйтпесе талай көреміз ғой. Әйелдері мазасын ала береді, Звондай береді. Болмаса қалмайды, етегіне жабысып деген сияқты. Оларда, әйел адамдарда жалпы еркінде болса, нағыз эмоциональный абьюзерлар ғой. Иә. Феминизммен айналысатын ханымдар осы подкастта кетсіздер. Жек көркеп жүрмесін. Ер адамды бар қылатын да жоқ қылатын да әйел адам ғой жалпы. Шын мәнінде, иә. Шын мәнінде, иә. Сол себепті отбасы рөлінде, отбасы деген үлкен бір жаңағы әлемде ол әйел адамның жарының рөлі өте жоғары рөл ойнайды. Енді Манас мырза, қазір бізде не көп, психолог көп, коуч көп, мынандай ақпарат көп айтылады. Әйеліңе қаншалықты көп ақша жұмсасаң, сол ақша 10 есе болып келеді дейді. Көп кәсіпкер азаматтар бұл әңгімені қолдай қоймайды. Сіздің жеке тұлға ретінде пікіріңіз қандай? Шариғатта негізі отбасыңа тапқан ризығын отбасыңа аямай жұмсау керек деген бар. Енді қажеттілігін алып беріп, олардың хаққысын беріп деген сияқтышы. Енді олардың да хаққысы бар ғой. Олар киіп атқан табысының бәрі енді солардың ризығы ғой. Бала-шағаның, отбасыңның, жарыңның деген сияқты. Сол себептен де жалпы мен өзім отбасына деп қабылдаймын. Ал енді әйел адам қазір енді заманауи өмір сүргісі келеді ғой, ер адамда, әйел адамда. Үйде отырған әйел адам міндетті түрде енді желілерде неше түрлі нәрсе көреді, қызығады, еліктейді. Одан қалса жаңағы психологтар бар, коучтар бар, қыздыратын коучтар бар. Үйде не қылып отырасың дейді. Сен ешкімге тәуелді емессің деп олар күйдіріп қояды арасында. Бірақ енді оларды көп тыңдатпауға тырысамын жалпы өзім. Қолдан келгенше. Өзі де түсінеді соны, өзі көп тыңдамайды. Бірақ қолдан келгенше жаңағындай көңіл бөліп, қажеттілігін алып беріп, ақылдасып, барлық жағынан, бірге кеңесіп шешуге тырысамыз. Енді мен көңіл бөлу туралы неге айттым? Бізде Астана қаласында Саф деген мейрамхана бар. Аманжолова 24 орналасқан. Көбінесе сол отбасылар, демалыс күндері бар, демалады, жақсы тамақтанады, романтикалық отырыстар болады. Алла қаласа сіздер де барып, Саф мейрамханасына демалып қайтыңыздар. Болды, Құдай қаласа. Құрметті достар, Астана қаласында орналасқан Аманжолова 24 мекенжайындағы жанға жайлы керемет Саф мейрамханасына келіңіздер. Сондай-ақ келіп туған күндеріңізді тойлауға арнайы мүмкіндіктер бар. Сондықтан барлықтарыңызды Саф мейрамханасында күтеміз. Енді мына бас аспаз болғысы келіп жүрген жастар бар, көп айналаңызда, соларға қандай кеңес беретін едіңіз? Олар Манас мырза жасаған қандай қателікті жасамау керек? Ой, онда жазыңдар деп. Күрсіндіңіз ғой. Онда дәптер алыңдар, жазыңдар. Жалпы бағана айттым ғой, ғапілдікке кетпеу керек. Ғапілдікке кету деген ұйқыға кету ғой. Өзін өзі танымау, өзін өзі бағалай алмай қалу, өзін өзі танымау. Сонымен көп адамдар күйіп кетеді. Бір орында отырып қалу. Бір орында отырып қалады, өзін жоғалтып алады. Біреуден сұрасаң, мен өзім таппай жүрмін дейді. Біреу жаңағы жұмыс істеп жүреді де, мамандығын ауыстырғысы келеді, басқа жұмысқа кетіп қалады, уақыт жоғалтып алады. Бірден бас аспаз болғысы келеді деген сияқты. Бірақ енді жаңағы көкірегі ояу болса, көзі ашық болса, жаңағы ғапілдікке кетпесе, шәкәрім атамыз да айтады ғой, көкірегі ояу болу жүректің тазалығымен жаңағындай еңбектің арқасында деп ше.
бүкіл әлемнің мазмұнын сыйдырып қойған ғой бойымызға. Яғни қабілет шексіз ғой адамда. Иә. Қабілет деген өте көп. Ең бастысы өзін өзі таныса, аямаса, жалқаулыққа салынбаса, желіде болып жатқан түрлі бояулы өмірдің Жалғандық бар. буына, жалғандығына еріп кетпесе, кішкене шынайылыққа бет бұрса, реалистичный дейді ғой, сол нәрсені қабылдап өмір сүрсе, таза еңбек әрқашанда алып шығады ғой. Иә. Таза адал еңбек. Үздіксіз даму сосын, Үздіксіз даму, заманға қарай үздіксіз даму керек. Мүмкіндіктерді барынша қолдан жібермеу керек деп ойлаймын. Енді мен мысалы мүмкіндіктерді жіберіп алған сәттерім өте көп. Ұят болады ғой, ыңғайсыз ғой, жұрт не дейді, ертең көрсең мен туралы не деп айтады деген сәттер болды да. Әйтпесе Инстаграм парақшасын сол 2018-де ма бастадыңыз? Сиқырлы ас үйде жүрген кезде бастайтын адаммын ғой деп айтайын деген осы. Қаншама жұлдыздармен бірге тамақ жасадық, сұхбаттастық, сөйлестік, бағдарлама жүргіздік. Сол кезде жаңағы білмеймін не екен, сол жағынан өзім жоқ болған ғой. Кейіннен ғой жаңағы Инстаграм парақшасын ашып, кішкене дамытып қолға алғанбыз. Яғни ол заман талабына сай жұмысыңды әлемге де көрсетіп, басқалармен де бөлісіп, жаңалықтарды қарап, жаңалықтармен бөлісіп отыру керек деп ойлаймын енді. Ал басаспаз болу ол уақыт өте келе тәжірибемен келеді. Бірден емес. Қазір мен қараймын да 20 жастағы балалар бірден басаспаз болғысы келеді. Жұмысқа келеді, резюмелерінде жаңа түйіндеме дейді ғой. Басаспаздың көмекшісі болғам, басаспаз болғам, жаңа меню мәзір жасағам, тамақтар ойластырғам дейді да. Жаңа түріне қарайсың да, түйіндемесіне қарайсың да, ойланасың да. Неге деп жарайды біздің экономикалық жағдай шығар, қаржы жетпейтін шығар. Бірақ жаңағы нарықты бұзудың қажеті жоқ та. Нарықты енді әркім бәрібір сол жерге жұмысқа орналасқанымен сенің қабілетің мен тәжірибең бәрібір өзіңді айқындап қояды ғой. Кейін әшкерелеп қояды, көрініп қалады жұмысыңнан. Сондықтан енді көкірек тұрып, бірден басаспаз боламын деудің қажеті жоқ. Мүмкіндігінше жақсы жерге, еңбегің ақталатындай, жақсы ортаға, адал ортаға түсіп, ниетіңді түзеп, адал еңбек етсең, одан кейін есіктер өздері ашылады. Ол мен сөзім емес, болмаса басқа біреудің сөзі емес, ол өмірлік қағида ғой сондай. Өмірлік қағида. Сосын қателеспесем, келісім шарт жағына да мән беру керек, аспаздар. Өйткені менің естуімше, сіздің бір жеке брендіңіздің дамуына, болмаса бір ас үйде өзіңізге жеке видеолар түсіруге басшылардың қарсылығы болған екен. Ол келісім шарттар жазылады екен, қателеспесем. Сол жағына қандай кеңес бересіз аспаздарға? Жалпы енді білімді болған дұрыс қой. Білімді болған дұрыс, өйткені көп жастар, оның қатарында бізде бармыз ғой. Көп нәрсені оқымаймыз, кітап оқымаймыз, болмаса бір заңдарды оқымаймыз, кейдеше. Қол қоямыз, кете береміз. Қол қой дейді мысалы, кез келген жерде. Не үшін қойып жатсың оны, қалай қойып жатсың, кейде оқымаймыз ғой. Сондықтан ерінбей, қазір заман қағаздың заманы ғой, қағаз сөйлейтін кез ғой қазір. Ертең ол нәрсе өзіңе қайттан қару болып қолданбас үшін алдын ала оқып, 7 рет өлшеп, 1 рет кескен, білімдірек болған, ақылдырақ болған дұрыс деп ойлаймын. Сізде сондай кедергілер болды өміріңізде? Жеке бренд дамыту жағына, жеке бір видеолар түсіру жағына басшылардың қарсы болған кездер? Ол болды, бірақ енді мен ойлаймын, ол
тікелей басшылардың сол нәрсеге қарсылығы емес, оларға қисық жеткен ақпараттар солардың кесірінен болды. Бірақ ол жерде де ақталған жоқпын, қол қоймадым. Алда не күтіп тұратынын өзім білмедім. Бәлкім ертең менің жеке брендім бір мезетте енді ғажайыптар болып жатыр ғой. Бір видео салып ертеңінде шоу бағдарламада миллион қаралым жинап, атақты болып кетіп отырған, интервью беріп жатқан адамдарды да көріп отырмыз. Кім біледі, ертең бәлкім сізде де сондай мүмкіндіктер болып қала ма? Кім біледі, бәлкім ертең сонымен табыс көзіме айналып кете ма? Я болмаса менің бір жеке дамуымның бір айқар ашылған есігі болып қала ма? Сондықтан енді қатты бір нәрсеге байланып, қатты бір нәрсеге өзіме шектеу қойғым келмейді. Қандай күйде болдыңыз? Ол кісілер жаңағы теріс жеткен ақпаратқа байланысты қарсылықтарын естіген кезде. Өйткені мейрамхананы көтеріп жатырсыз, анандай керемет десерт жасадыңыз. Қандай күйде болдыңыз соны естіген кезде? Енді басында әрине ауыр болғаны неше түрлі ойлар келеді ғой, неше түрлі ойлар келеді. Бірақ қатты бір қайғыға түсетіндей емес. Қалыпты жағдай ғой. Қалыпты жағдай. Жұмыс беруші өзінің талаптарын айтады. Хақысы бар. Хақысы бар. Жұмыс істеуші сол талаптарды орындайды, я болмаса орындамауға оның да хақысы бар. Сондай енді жалпы мәжбүрлеу жоқ қой. Мәжбүрлеу жоқ. Ең бастысы заң жүзінде ғой барлығы. Сол қарсылық айтылғаннан кейін сіз видео түсіріп тоқтаттыңыз, менің білуімше? Енді ол нәрсе ол жерде түбегейлі түсірме деген жоқ, бірақ сол мәселе басталғаннан кейін өзімді іштей бір құлшынысым қайтып кетті. Көңілде болған жоқ түсіруге, Көңілде болған жоқ, құлшыныс болмай қалды. Жақында Сандық мейрамханасында түркі аспазымен бірге берілген гастроужин болды. Мен жүргіздім, әлі есімде, қанша келген қонақтар, оның ішінде жаңа Бекболат Тілеухан ағамыз бар, барлығы жақсы оң бағасын беріп кетті. Сіздің ойыңызша ол жоба жалпы қалай? Өзінің жоспарлаған жоспарын орындады ма? Жеке тұлға ретінде кәсіби пікіріңіз? Ол жерде енді мәселе басшылықта пайда табу емес. Жарнама, Жарнама, коллаборация болды. Яғни ол түрік кісілерде өзінің миссиясы болды. Түркі әлемінің тағамдарын зерттеп, сол тағамдарды академияда жастарға оқытып үйрететін аспаз жағынан ұстаздар екен. Сол кісілермен келіп, бір-бірімізбен тәжірибе алмасын деген ниет болды. Енді ол ниет орындалды. Тәжірибе алмастық, және бір жағынан жарнама болды. Бірақ көбінесе бізге пайдасы көбірек болды. Түріктермен араласып, олармен сөйлесіп, 2 күн болса да көп нәрсені өзімізге алдыңыздар, шығыс жағынан пайдалы ақпараттар алып алдық. Осыдан қателеспесем бір апта бұрын алматылық кәсіпкерлермен отырдық. Сонда дәл қазір Алматы қаласының көптеген тойханаларында, мейрамханаларында қымыз қосылған шиғуырдақ жақсы көреді екен халық. Жалпы ол шиғуырдақтың авторы сіз екеніңізді мен жақсы білемін. Халық неге білмейді ол туралы? Сіздің ойыңызша? Авторы деген енді кішкене артық шығар. Бірақ сіз шығардыңыз оны. Бірақ жалпы бір кезінде шоу бағдарлама жүргізілген ғой. Сол кезде тақырып болған. Қазақтың ол бір 6-7 жыл өтіп кетті оған. Қазақтың ұлттық тағамын ұмытылып кеткен қазақтың ұлттық тағамын жасау тақырыбы түскен. Сол кезде қай эстрада жұлдыз екен мен ұмытып қалдым. Жігіттер тобы ма екен,
сол бір жұлдыздармен сол тағамды жасағам. Ол кезде де желіден іздедім, түрлі энциклопедияларды қарадым. Қанша уақытыңыз кетті оған? Қолбасшылар кәдімгі қазір бір жарысқа, олимпиадаға бару үшін сбор ашады ғой. Сборда болады спортшылар. Сол жерде 1 ай, 2 ай дайындалады. Денсаулықтарын нығайтады, иммунитеттерін көтереді, тактика, техникаларын нығайтады деген сияқты. Соғыс алдында сондай жиындар болады екен, дайындық жиыны. Сол кезде жас тайды сойып, соның етінен қуырдақ әзірлейді екен. Қымыз қосып? Саумал қосады. Саумал, ол кезде жаңағы балғын, жаңа сауылған саумалға бұқтырады екен. Саумалға бұқтырып, жаңағы сарбаздарды сонымен тағамдандырады екен. Енді ол жерден өзіңізде елестетіп біліп тұрсыз ғой, қандай пайдалы қуырдақ екен. Сол тағаммен тағамданған сарбаздардың иммунитеті өте мықты, шыдамды, соғыста жаңа оңайшылықпен денсаулығы сыр бермейді екен. Енді ол жаңа энциклопедияда жазылған ғой, кітапта. Сол қуырдақты жасадым, бірақ енді саумал қоспай, қымыз қосып көрдім. Басқаша қалып. Жеңіл, жұмсақ, қатты қышқыл емес қымызбен бұқтырып көрдім. Өте керемет шықты. Өзіме ұнады. Кейін сол нәрсені жиі жасайтын болдым. Бір той томалақта болсын, одан кейін істеген мейрамханаларында да қуырдақ десе, сол қуырдақты арасында жасап тұрдым. Кейіннен соны әріптестеріміз де көрді. Енді аспаздар ортасы ол бір шеңбер сияқты ғой. Бүгін істеген аспазбен 5 жылдан, 10 жылдан кейін болмаса, бір аптадан кездесе бересің, сол ортада көрсе бересің деген сияқты өте бір кішкентай шеңбер сияқты да. Сол бір әріптестеріміз көрді. Кейін оны өздерінде де жасап көрген. Ол бір әріптесіміз жаңағындай тойханаға қызметке барған. Дархан деген жігіт па? Мейрамхана жаңағы мейрамханада мәзір жасаған кезде соң жасап көрген, сөйтіп халыққа ұнаған и жаңа ду етіп тарап кеткен ғой. Бірақ алматылықтар әлі күнге сол қымыз қосылған ши қуырдақтың қайдан шыққанын білмейді екен. Өткенде мен айттым. Сондықтан құрметті алматылықтар, ши қуырдақтың авторы енді сырбаз қуырдақ. Сырбаз қуырдақ деп аталады. Олар қымыз қосылған ши қуырдақ деп айтады екен өздері, өз араларында. Сондықтан сондай бір керемет қуырдақты әкелгеніңізге үлкен рахмет. Енді жақында қателеспесем, Шымкентке барып қайтыпсыз, президентті тамақтандыруға ма? Қалай өтті жалпы ол жақ? Дайындық қалай болды? Жақсы өтті, өте. Шаршамадыңыз ба? Шаршадық. Неше күн ұйықтамай жүрдіңіз? Ол кезде ол да үлкен жауапты іс қой. Өте жауапты іс, бірақ енді соңында біздің қолдан тамақ ішпеді, өкініштісі. Бірақ енді әлі де Құдай қаласа тамақтандырамыз деп ойлаймын. Енді өзі асығып келді да. Шаруаларын бітіріп, жаңағы асығып кетті. Бірақ делегация сіздердің тамақтаныңызды алды, сол кезде. Ұйымдастырушылар, делегация ішті, барлығы жасаған тамағын сұрап болмады, сол жерде ішілді, желінді. Ол қашан болды бұл оқиға? Май айында ма? Мамыр айында болды. Мамыр айында ма? Шатаспасам. 4-5 күн болдыңыз, Шымкентте? 4-5 күн болды. 2 тәуліктей ұйқы дұрыс болмады. Өйткені ол жақта тексеріс қатты болды. Тексеріс қатты болды. Бірінші күні жаңағындай азық-түліктер тексереді, құжаттар тексереді. Екінші күні дайындық бар, дайындық тексереді. Одан кейін жаңағындай ең басты күн бар. Сол кезде де тексеріс болады. Уайым ғой енді, уайымдайсың. Ол жерде сонда тамақ істеп жатқан кезде қызметкерлер қарап тұрады, менің білуімше. Тексеріп. Ол ауыр болған жоқ па, ондай атмосферада тамақ істеп? Жоқ, ол үйреншікті жағдай негізі. Өйткені ол бірінші рет емес, оғанға дейін де бірнеше рет тағамдандырған.
сондай мүмкіндіктер болған. Бірінші рет емес демек Бірінші бұл. рет емес, иә. Тамаша. Астанаға немен қайттыңыз? Астанаға Шымкенттен ба? Иә. Шымкенттен пойызбен қайттым. Неге? Ұйықтап келейін деп шештім. Ұйықтап келейін деп шештіңіз ба? Әлде ұшаққа билет алып бермей пойызға алып берді ма? Жоқ, енді жалғыз болған жоқпын. Аспаздармен қайтқаннан кейін сол өзіміз пойызға мүмкіндік болды да пойызбен қайттық. Жалпы біреудің айыбын ашпау сіздің азаматтық принцип сияқты, қателеспесем. Иә, ондайдан тартынамыз енді. Бірақ көңіліңізде қалған дүниелер бар, иә. Адамның көңілі жалпы әйнек сияқты дейді ғой. Сынып кетуі де тез, я болмаса жарқырап шығуы да тез деген сияқты. Бірақ көріп отырған жандар пойызбен неге қайтқаныңызды біледі деп ойлаймын. Пойызбен бірге қайтқан жандар біледі. Және үйдегілер біледі. Басшыларыңыз біле ма? Біледі ғой. Пойызбен келгеніңізді? Иә. Енді президентті аман-есен жеттік қой. Иә, президент тамақтандыруға барып тұрып, одан кейін пойызбен қайтқаныңыз мені естігенге жаныма қатты батты. Дәл сол кезде біздің самолетке рейс дұрыс болмай қалды енді, шыны керек. Ертеңіне тез жету керек болды. Уақыт тура келмей қалды. Мен шындығын айтайын ба? Қалай болған? Жоқ. Әлде айыбын ашпай қойық па? Осылай дұрыс қой. Осылай дұрыс па? Жақсы. Балаларыңызға тәрбиені қалай бересіз қазір? Қаншалықты бір әкенің тәрбиесін беріп жатсыз? Өткенде бір көріп қалдым Инстаграмыңызда, ұлыңызға тамақ пісіртіп жатқаныңызда. Бір қарап қанша халық сүйсінді соған. Енді ұлыма тамақ жаса деп айтпаймын. Өзі жақсы көреді. Көрген істейді ғой. Кішкентай кезінен сондай болатын. Үлкен ұлым жаңа мінезі жұмсақтау. Кіші ұлым бұзықтау. Үшеуі үш түрлі. Қызымда жаңағы жауапкершілік өте көп. Уайымшыл. Үшеуі үш түрлі. Жаңағы сол ұлымда бір қасиеті қамқор да. Қамқор жаңағы. Кішкентай кезінде осы бірінші сыныпқа бармай тұрып қой деймін. 5 жасында ма, 6 жасында ма өзің жаңағы ланчбокс дейді ғой кішкентай. Мектепке тамақ салып беріп жүресің ғой. Иә. Кәмпитін, шынайын деген сияқты. Соған әкеме саған жаңағы тамақ сақ қойдым жолда жейсің деп бір жаңа елжіреткені бар. Сол кезде қарасам өзі жейтін жаңа өзіне берген шоколадынан бір түйір, шынайынан бір түйір, әр нәрсені ассортимент жасап қойғанда, сөйтіп жаңа ланчбоксын жауып қойып қойған. Сол кезде өте бір жүрегім елжіретті, қатты қуандым. Одан кейін өсе келе өз қызықты тағам жасауға қызығып, араласып, мамасына көмектеседі, арасында ұрсыстық қояды. Сөйтіп жүріп, үйреніп алды. Мен қазір съемкаға шыққысы келеді. Жаңа бағдарламаға бір-екі рет шыққан, тамақ жасап. Үйде қарындасымен інісіне айранға банан араластырып, сөйтіп коктейльдер жасап беріп атады. Жақында деп қоям, 1 жылдан асты ғой, кәдімгідей өзі қуырып, пісіріп, үйреніп алды. Жұмыртқа қуырады, омлет жасайды. Біледі, барлығын. Біледі, иә. Қазір вафли жасауды үйреніп алды. Қаннан берілген қасиет па? Иә, бүгін табиғатқа жаңағы түсірілімге кетіп баратсам, азанда дзюдоға барады өзі. Сағат 7:30-да дзюдоға шығып кетеді. Сөйтсем, кеше келіскенбіз. Мен 6:30-да тұрам, оны оятам, ол жуынып, шайын ішіп, дзюдоға баратын болған. Сөйтсем, будильнигін оятқышын алдыға қарай қойып, 6-да тұрып, вафли жасаған ғой. Вафли жасап, үйді бұрқыратып, жаңағындай контейнерлерге вафли сақ қойыпты. Дайындап. Сол мені келіп оятып жатыр ғой. Әке, шай жедің бе едің, кофе ішетін бе едің дейді. Жаңа ыдысыма құйып берейін деп жүрді, алып кететін. Вафли жасап қойдым саған деп. Енді көрген істейді ғой бала. Тәрбие жағынан жалпы
көп былай шалыс баспауға тырысамын. Сөйлеген кезде де сөзімді байқап сөйлеп, үйге келген кезде бірден кішкене өз-өзіме қарап, артыма қарап кішкене әйеліммен сөйлескен кезде де қарым-қатынасымызды дұрыстап, бір-бірімізге дауыс көтермей, дұрыс жүріп, дұрыс тұрып, киімді жинап, бүктеп, солар жаңағындай кейін жаман қылық болып кетпесінші деп. Киім бүктеп сөйтіп жүремін, өзім артыма, өзім тәрбиелеп жүремін ғой. Өзімді тәрбиелеп. Күн көргенін жасайды. Ол көргенін жасайды. Аналар ұрсады енді әрине, ұрсып айтады. Сосын мен жаңағындай кейде көңіл күйлер жақсы болып отырған кезде айтамын дұрыстап. Міне, былай істесең дұрыс болады. Бір-біріңе осылай сөйлесең дұрыс болады деп. Сол кейде келеді, есіктің алдында балалар боғауыз сөз айтып жатыр. Бір-бірін бала аттап жатыр. Маған бүйтіп айтты, сөйтіп айтты. Мен айтамын, бізді кезінде әкеміз ешкімге тиіспе, тиіскен елді аяма деп өсірген. Бірақ қазір үйтіп айтайын десең, ол да қиын да. Қауіпті. Мен айтамын, 3 рет ескерт. 3 рет ескерт. 4-шісінде онда жан басқа лақтыр, болмаса дұрыстап сөйлесіп ол шетке шақырып деймін. Сөйтсем жаңағы мектепте класстас айтайды, сен неге бәрін осы жеке-жеке шақыра бересің сөйлесуге деп айтады. Тәлкі долбаша жүр сөйлесейік деп. Енді андай қызбағандысың ба деген сияқты айтады екен. Мен айтамын, сен точно 3 рет ескерттің ба деп. Кейде 1-ақ рет болып қалады, әке деп қояды. Арға шыдай алмайды. Сондықтан енді біреудің баласын, біреудің басқа адамның хақысына кірме деп айтамын. Көбінесе миларына құятын, құлақтарына. Мұсылман ретінде, қазақ ретінде тәрбиесін бере аласыз. Өзіммен бірге жаңа жұма сайын мешітке алып барамын. Мүмкіндігінше түсірілімдерге, табиғат аясына шықсақ сояққа алып барамын. Атқа мінеміз барып, спортқа қатысады, білім жағынан енді кішкене кітап оқы десең, жалқаулығы бар. Ол енді өзімнен ба деп ойлаймын. Мен де бір кітапты қарқып оқымағам негізі. Бірақ сабақ оқыған кезде бір рет оқып қағып алатын болған. Былай кітапқа келген кезде әкемнің сол қасиеті берілмепті да. Әкем үйде мешок кітап оқитын ғой. Жатып алып кітап. Көз майын танысып тұрып оқитын. Сол кейде өкінем, сол әкем сол қасиетін неғып берілмепті. Бәлкім енді өзім жалқаулығым шығар. Бұлай енді жалпы үйде сол өзім тәрбиелеп дұрыс жүруге тырысам көбінесе. Соған қарап олар да үйренеді ғой деп. Әкеңізге айта алмаған қандай сырларыңыз бар? Әкеме ішіңізде бір әлем жатқан сияқты. Жоқ, сырларымды айтатын, кейін өсе келе айттық қой. Бірақ әкеміздің жағдайын осы бірінші балам, ұлым туылған кезде түсіндім. Кейін оны жаңа балам өсті, кішкене жаңа есейді. Сол кезде бір келіп біреу бүйтіп жүрегіме салған сияқты болды да. Алла тағала келіп жүрегімді ашты да, сол тақырыпқа байланысты. Сол кезде бір көзіме жас алып жылап алғаным бар. Өкпе реніштің бәрін ұмыттыңыз? Өкпе жоқ енді, ол кісілерге өкпелеуге болмайды ғой. Хақымыз жоқ ата-анамызға өкпелеуге. Бірақ кезінде ол кісілермен спорласып, айтқан дұрыс емес деп, өз нұсқамызды айтып, кішкене қырсықтық танытып, сондай кездер өте көп болған. Бірақ әке қанша өзінікі дұрыс болмаса да, баласын айтқан тыңдамайды екен ғой негізі. Ол да өзінің басыма келіп отыр ғой қазір. Өйткені ол бала. Сол кезде бопты жарайды әке деп не қылып айта салмаған деген сондай өкініштер болды. Былай жалпы енді сырымды дінімнен қарағанда әкеме мен жақсы ашып айтатын. Сырласатын кәдімгідей. Ол кісі жаңа айтып отырмын ғой, сізде тік мінезді, қайта-қайта былай
жаңа лекция оқи бермейтін. Бір-ақ рет айтады, Бір-ақ болды. рет айтады. Осылай дейді. Солай болу керек. Кейін істемесең өзіңнен көр дейді, болды. Сондай кішкене суыққанды болатын. Не қыл дейсің, маған өзіңнен көр дейді. Басын қасып кетесің. Тыңдау керек еді деп. Тыңдау керек еді деп. Той жасап тұрасыз ба Астана қаласында? Аспаз ретінде ме? Жоқ, өз шаңырағыңызда, өлетіңізде. Астана қаласында той жасаған жоқпыз әлі. Құдай қаласа енді жасаймыз алдағы уақытта. Бірақ енді Астанада туған туысымыз да жоқ. Әзірге қонаққа келетін туыстар болмаса, былай аспаздарды үйге арасында шақырып кішігірім той жасап тұратынбыз, бар отырыс жасап. Енді Астана қаласында жаңадан ашылған Иманова 40 дроп 2-де Арзу деген тамаша мейрамхана бар. Алла қаласа келіп сонда той жасасаңыз болады. 120-130 адамға дейін. Бағасы өте арзан, сапасы енді сіздің тамақтарыңыздай болады ол жерде де. Сондықтан күтеміз Алла қаласа. Қалайша деп. Дәл солай болып тұр енді. Көру керек онда, тексеру керек. Иә. Сандық мейрамханасынан кеткеніңізге өкінбейсіз ба? Жоқ, өкінбеймін. Өкініш жоқ. Өкініш жоқ. Тек алғыс айтасыз. Әрине, алғыс айтамын. Енді бағанан бері біраз сұрақтар қойдым. Жаңағы президентіміз күтуге де сол Сандық мейрамханасының атынан барғаныңызды білемін. Сол бұрын жұмыс істеген жеріңізге, жаңағы су ішкен құдығыңызға түкірмейтін қасиетіңізге риза болып отырмын. Өйткені екінің бірінің қолынан келетін іс емес. Сіздің ішіңізде де қандай өкпе жатқанын білеміз. Сондықтан өкпе жоқ. Иә, азаматтығыңызға мың алғыс. Ол кісілерге шексіз алғысын білдіремін ғой. Иә, шексіз алғыс. Қандай алғыстарыңыз бар? Басшылық ретінде де, басшылыққа аға ретінде де көп нәрсені үйрендік, көп нәрсені түсіндік, көзіміз ашылды. Енді қайда жүрсек те әр жерден өмірлік тәжірибе аламыз ғой. Бұл да бір өмірлік тәжірибе алған қайнар көздердің бірі болды ғой. Тамаша. Және адал табыс таптық. Сол адал табысты отбасымызға апардық. Соның арқасында жаңағындай өніп өсіп жатырмыз. Сол себепті тек қана алғыс қой. Тек қана алғыс. Тамаша. Қазір енді көпшіліктің көкейінде бір сұрақ бар. Жалпы бас аспаздың айлығы қандай сумма болу керек? Бас аспаздың енді тәжірибеге байланысты және істейтін жеріңе байланысты ғой. Егер біздің жалпы Қазақстанда дейікші, басқа жерді білмеймін енді, СНГ кішкене өзгеріп келе жатыр. Бас аспаз мәзір де жасау керек, басқару да керек. Команда жинау керек. Команда жинау керек, ұйымдастыру керек. Жалпы әмбебап болу керек. Ал жалпы ол жаңағы туындылар жасау үшін, мәзір жасау үшін оның идеяларын үнемі оятып отыру керек қой. Көзін ашып отыру керек. Бір жерде жалақы санап отырып, аспаздардың жалақысын санап отырып, одан мына жерге кел мәзір жаса десе, жалақын санап отырған бас аспаз қалай мәзір жасайды мысалға. Оның ниеті де болмайды. Ниеті де болмайды. Әйтеуір бірдеңелер жасап бере салды деген сияқты. Сол себепті сол жұмыстың қиындығына да қарау керек та. Оны алып кете алатын адам да бар, алып кете алмайтын адам бар. Яғни ұйымдастыру, басшылық жағын, жаңағы туындылар жасау, тағам жасау, мәзір жасау, аспаздарды тәрбиелеу, үйрету, сол қабілетке ие болсаң, өзіңе көп ала алсаң, әрине онда көп ақша сұрауға болады. Қанша сумма? Егер үлкен мейрамхана болса, онда мен ойлаймын қазіргі таңда 2 миллионнан жоғары болу керек. Кем дегенде? Кем дегенде. 2 миллионнан. Ал егер кішігірім бір кофейня,
70-80 орындығы бар, және бір ары кетсе бір 15 аспаз бар жерлер болса, онда бір 1 миллионнан кемі кем. Қазір енді қателеспесем жұмыс істеп жатқан жоқсыз, Иә, енді демек Астананың мейрамханаларына бүгін дәл қазір міне 11-і ғой. 11 күні боспын. Иә. Қазір енді мейрамханаларға егер де бас аспаз керек болса, сізге хабарласса болады. Солай ғой, Иә, хабарласса. Өйткені бірнеше ұсыныстың бар екенін де білемін мен дәл қазір. Сіз ойланып жатырсыз, менің білуімше. Иә, ойланып жатырмын, өйткені адал жер болса деп. Халал жер, Халал жер. Міндетті түрде, ол. Міндетті түрде, халал жер болса екен деген ниеттемін. Бүгін сұхбатта бір қойылмаған қандай сұрақ болды деп ойлайсыз? Айта алмаған ішіңізде жатқан бір сыр. Қуаныш пен сырсандықта қандай сыр ашылмай қалды? Көп нәрсе, айтпайтын нәрсені айтып қойдым негізі. Негізінде. Бірақ енді басында келістік, қалай бар солай кетеді. Қалай бар солай кетеді деп келістік. Бірақ енді жалпы енді өмірде айтатын нәрсе көп қой. Бәлкім ол бұл жерде айтылмауы мүмкін, басқа жерде жаңа жастарға кеңес деп жатсыз, сондай нәрселер сұрап қалса деп дайындалып та келгем негізі, бірақ басқа нәрсе айтқаным да мүмкін да. Жалпы көп нәрсе айтылды деп ойлаймын. Керек ақпарат айтылды. Керек ақпарат айтылды, қысқадан нұсқа. Енді бұл Қуаныш пен сырсандық бағдарламасының алғашқы қонағы өзіңіз болдыңыз. Жалпы бізге, көрермендерге қандай тілегіңіз бар? Сонымен сұхбатты аяқтайық. Көрермендерге жалпы айтатын ең бастысы анау айтады ғой, жақсы күн ең әуелі өзіңнен басталу керек деп. Сол себепті ниеттеріңіз жарқын, айқын, таза болып, және қоршаған ортаға тек қана пайдам тигізем, тек қана жақсылық жасаймын деген ниетте болса, әлем әлде қайда жақсырақ болады деп ойлаймын. Сондықтан әр күн жақсылық пен мерекеге, берекеге толы болсын деген келеді. Жалпы өзім Инстаграмға сторис салсам да бірінші сол сөзден бастаймын. Күн жақсы өтсін, күн берекелі болсын деген. Өйткені қаншама кісілер біреу айтса, біреу айтпауы мүмкін. Әмин, әмин деп отырады ғой. Сол себепті әр күндеріңіз нұрлы болсын деген келеді. Және өмірде қуанышты сәттер көп болсын. Алла қаласа. Қуанышты сәттер, сырлы да, шуақты, сандығын, өміріңіздің сандығын ашқан кезде бүйтіп күн сәулесі сияқты жарқырайтын сәттер көп болса. Тамаша. Көп рахмет сізге. Сұхбатыңыз енді Алла қаласа алдағы уақытта да бір жақсы сұхбаттарыңызбен бөлісіп келіп тұрасыз деп ойлаймын. Үлкен рахмет сізге. Құрметті достар, осымен Қуаныш пен сырсандық бағдарламасының бірінші саны аяқталды. Бізге тіркеліңіздер. Бүгін бізде қонақта болған белгілі аспаз Манас Ысқақ мырза. Көп рахмет сізге. Сізге де рахмет.